Бүгін дүниежүзілік велосипед күні. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы бұл күнді халықаралық күндердің тізіміне қосқан. Мұндағы мақсат қоршаған ортаны қорғап, денсаулықты жақсарту. Бұл ретте велосипедтің маңызы зор екенін насихаттау орында. Бүгінде велосипед жалғыз экологиялық таза әрі қолжетімді көліктің түрі. Ержан Серікбаев 25 жыл бойы велосипед тізгінінде. Осы уақыт ішінде ол тек оның хоббиі ғана емес, күнделікті жұмысына айналған. Екі аяқты транспорттың қыр-сырын меңгеріп қана қоймай, оны жөндеумен айналысады. Енді 6 жасымда негізі балалық шағында әкем өзі үйретті. Яғни бір ескі велосипед әкеп беріп, соны отырғызып, теп-теп бір сағатта үйреніп алдым. Велосипедті 1817 жылы Германия өнертапқыштары ойлап тапқан. Бірінші данасында шина болмаған. Кейінірек оны жетілдіріп, педаль мен орындығын қосты. Ал 1862 жылы 19 жастағы жас шебер қазіргі заманға велосипедке ұқсас жаңа түрін жасап шығарды. Мінекей біраз велосипед тепкеннен, осындай велосипедтің артқы желі болса кетіпті. Өзіңізбен қоса насос алып жүріңіздер. Бір күш. Сапар жайлы болу үшін ең алдымен өзіңіз үшін қолайлы велосипед таңдау керек. Сатып аларда салмағыңыз бен бойыңызды және қандай мақсатта қолданатыныңызды ескерсеңіз болғаны. Мақсатыңызды анықтап алдыңыз, бірінші кезекте. Екінші кезекте жаңа бойыңызды барлығы, дене бітіміңізді барлығыңыз білесіз. Үшінші кезекте ол жайлылығын, орысша айтқанда комфорт дейміз ғой. Велосипедтің комфортын қараймыз. Яғни мысалға бір велосипед алыңыз, теуіп көресіз, сізге жайлы болса, бұл сіздің велосипедіңіз, мысалға. Велосипедшілер бұл көлік түрін тек ыңғайлы ғана емес, сондай-ақ қолжетімді және тұтыну да арзанға түсетінін айтады. Тіпті мамандар оның көлікпен салыстырғанда бензинді жылына миллиард литрге дейін үнемдеуге болатынын дәлелдеген. Сондай-ақ велосипедпен сырғанау метаболизмді жылдамдатады, төзімділікті арттырады, стрессті азайтады және ми жұмысын жақсартады. Бүгінгі күні бұл тек экологиялық көлік қана емес, ең пайдалы спорт құралы болып табылады.